Айда ханым, маған бірінші осы гүліме ше көмек керек болып отыр. Айтыңызшы, мен еш жерден таппадым ше. Менен гүлдер курсын алып, қыздар осылай үйіндегі ауырып тұрған антуриум гүліне кеңесімді де алды. Қыздар осылай видеосын жіберіп, тамырын ашып, қарайып пішіріп кеткен тамырын жуып келуді сұраған болатынмын. Жылы суға жақсылап жуып келіп, осылай қарайған, шіріген жерлерінің барлығын кесіп алып тастаңыз, тазалаңыз деп айтқан болатынмын. Менің айтқан кеңесім бойынша барлығын рет-ретімен жасап отырды қыздар. Менен де осындай кеңестерді алып, гүлдер курсына қатысатын болсаңыздар, қыздар, гүлдер доктор етіп шығарамыз сіздерді қыздар. Гүлдерді, ауырған гүлдерді емдеп, топырағын жасап, аурулары, микроэлементтері жетіспесе, тамыр шірісе, зиянкестері болса деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап беремін. Мына жерде қыздар қараңыздар, ортасы стволына дейін қарайып шіріп кеткен қыздар. Видеоның соңына қарасаңыздар, өте аянышты болып, құтқаруға мүлдем келмейтіндей жағдайға жеткен қыздар. Гүлдер чатына қосылатын болсаңыздар, қыздар, бір-ақ рет төлем жасайсыздар, зато осылай фотосын, видеосын жіберіп, қыздар, үнемі сұрап тұра аласыздар. Ғана қалды, ойбой. Одан шыға ма, шықпайтын да шығар бұдан.